Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қазмед. Бүгінгі тақырып безді эпителийлар және де бездер. Бастайық. Безді эпителийдің құрылысына келетін болсақ, ол бізде секреторлық немесе бездік жасушалардан гландулоциттерден тұрады. Гландулоциттер базальды мембранада орналасқан, пішіндері әртүрлі болып келеді және секреция сатысына байланысты өзгеріп отырады. Олардың ядролары ірі, пішінделмеген болып келеді. Нәрөзді секрет бөлетін жасушалардың цитоплазмасында түйіршікті эндоплазмалық тор жақсы дамыған, ал нәрөзді емес секрет бөлетін жасушалардың цитоплазмасында түйіршіксіз эндоплазмалық тор дамыған. Гольджи кешені жақсы жетілген, митохондриялары ірі болып келеді. Өндірілген секреттің шығарылатын жеріне қарай бездерді екіге бөлеміз. Ол эндокриндік бездер және де экзокриндік бездер. Эндокриндік бездер шығарушы түтіктері жоқ, сондықтан гормондарды тікелей қанға бөледі. Оларға қалқанша без, гипофиз, эпифиз, ұйқы безі жатады. Экзокриндік бездер секретті дененің бетіне немесе қуысты мүшелердің ішіне шығаратын шығарушы түтіктермен жабдықталған бездер. Оларға бауыр, тер безі, сүт бездері, май бездері жатады. Яғни эндокриндік бездерде бізде түтіктері болмайды, тікелей қанға бөлінеді. Экзокриндік бездер түтіктермен жабдықталған. Алдарыңызда бұл эндокриндік және экзокриндік бездердің суреттері. Бірінші тұрған сурет бұл бізде экзокриндік сурет. Экзокриндік бездің суреті. Бұның түтігі болады, өзегі болады. Бұның секреторлық бөлімі болады, сарымен белгіленген, және де мынандай кішкентай түйіршіктері болады, секреторлық түйіршіктері. Келесі бізде экзокриндік бездер. Бұлардың өзектері болмайды, көріп тұрғаныңыздай. Бұларда бізде секреторлық бөлімі болады, түйіршіктері болады сол сияқты, және де бұлар қан тамырмен өте тығыз әрі жақын байланысқан. Сол себепті бұлар гормондар жаңағы қан тамырлары арқылы қанға түседі. Секреторлық цикл заңдылықты түрде қайталанады және 4 фазадан тұрады. Секреторлық циклды қарапайым сөзбен айтқанда, біз егер де машинаны жасайтын болсақ, машинаны өндірсек, бізге ең бірінші оның бөлшектері керек. Және де бөлшектерін тапқаннан кейін бөлшектерді бір-бірімен байланыстыру керек. Оларды жинау керек. Машинаға салу керек ол бөлшектерді. Одан кейін машинаны біз сатылымға шығарамыз. Тура солай секреторлық цикл солай болады. Бірінші бізге бастапқы заттардың жұтылу фазасы, яғни қаннан секреторлық өнімді синтездеу үшін қажет ұсақ молекулалы заттардың түсуі. Екінші секретті синтездеу фазасы эндоплазмалық торда жүреді. Соқта жинала бастайды. Синтезделген өнімнің жинақталу фазасы ол секреторлық өнім жаңағы Гольджи комплексіне түседі. Эндоплазмалық тордан келесі Гольджи комплексіне түседі де пісіп жетіледі. И жаңағы секреторлық вакуольдерге буынып түйіледі. Төртінші секретті шығару фазасы кезінде вакуольдер немесе гранулалардың ішіндегі заттар жасушадан экзоцитоз, диффузия немесе басқа механизмдер арқылы шығарылады. Шығара алмай қалған артық секреторлық гранулаларды лизосомалар жойып отырады. Міне бізде гранулалар шығады, секрет болып. Және де морфологиялық классификациясына келетін болсақ, бездерді біз қарапайым және күрделі бездерге бөлеміз. Қарапайым бездерде бірақ қана өзегі болады. Міне, барлығында біреу ғана өзек. Күрделі бездерде біреу емес. Міне бір өзек, міне бір өзек. Барлықтарының тіпті тармақталған болып кетті қатты. Өзектері. Одан кейін біз пішініне қарай түтікті, альвеолалы және де аралас, яғни альвеолалы түтікті деп бөлеміз. Түтікті дегеніміз ол трубка тәрізді, альвеола дегеніміз ол көпіршікті болып келеді, аралас ол альвеолалы түтікті. Одан кейін
Бұларды біз тағы да үлкен топқа тармақталған және тармақталмаған деп бөлеміз. Тармақталған дегеніміз ол міне бір өзек аяқтары кезеді. Тармақталады өзегі. Бір өзек бұл тармақталмайды. Бұл тармақталмайды. Ал тармақталады. Бір өзек үшеу. Үш альвеола міне. Бұл түсінікті, иә? Одан кейін секретті бөліп шығару әдісіне қарай біз бездерді мирокриндік, апокриндік және галокриндік деп бөлеміз. Мирокриндік без ол міне. Бірінші суретте, яғни секрет плазма леманың зақымдамай, жасуша құрылымдарын бұзбай жүзеге асырылады, мысалы сілекей, ұйқы безі. Апокринді без ол бізде екінші суретте белгіленген. Бұл жерде цитоплазманың апикальды бөлігі деп отырғанымыз ол басы. Жасушаның бір бөлігінің бұзылуы. Яғни сол апикальды бөлігіндегі жасушаның бір бөлігінің бұзылуы. Мысалы, оған тер және сүт бездері жатады. Үшінші суретте бұл бізде галокриндік бездер. Яғни цитоплазманың түбегейлі өзгеруі нәтижесінде гландулоциттер толығымен бұзылады. Бұзылғаннан кейін секретке айналады, мысалы май бездері. Яғни қайталап шығайық. Мирокринді бездер бұзылмайды. Апокринді бездер бір бөлігі ғана бұзылады, апикальды. Және де үшінші ол бізде галокриндік бездер бұзылады, толығымен бұзылады. Өндірілген секреттің химиялық құрамы бойынша біз бөлеміз шырышты, сирозды, аралас және липидті. Шырышты ол мукоцин гликопротеинді, сирозды ол нәрөзді, аралас яғни нәрөзді шырышты, липидті ол майлы. Көргендеріңіз үшін рахмет. Комментарий жазып, лайк басып жіберсеңіздер, қуантар едіңіздер бізді. Көріскенше сау болыңыздар.